Сәлем достар, эфирде қайтадан оңай English бағдарламасы сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда біз ағылшын тіліндегі superlatives, яғни күшейтпелі шырай жайлы әңгімелесеміз. Күшейтпелі шырай ат айтып тұрғандай, кез келген бір нәрсенің белгілі бір сипатқа ие екендігін және сол сипатқа ие заттардың ішіндегі ең жақсысы, ең артығы екендігін айту үшін қолданылады. Күшейтпелі шырай кезінде сын есімде қандай өзгерістер орын алады? Егер сын есім бір буыннан тұратын болса, онда сөздің соңындағы жалғауы s-қа өзгереді. Егер сын есім бірнеше буыннан тұратын болса, онда сын есімнің алдындағы more көмекші етістігі most-қа өзгереді. Ал егер less тұрған болса, least-қа өзгереді. Сәйкесінше мысалдарға кезек берейік. Әсел is the tallest girl in our class. Әсел біздің сыныптағы ең бойшаң қыз. Тол сын есімі tallest-қа өзгеріп тұр. Бір буын болған себепті s жалғауы жалғанып тұр және сын есімнің алдына the артиклі қойылады. Екінші мысал, Priora is the most expensive car in our city. Priora біздің қаладағы ең қымбат машина. Expensive сын есімі бір емес бірнеше буыннан тұрғандығы себепті алдына most көмекші сөзі қойылды және the артиклі қоса бірге жүреді. Үшінші мысал, we are the best. Біз ең мықтыларымыз деп аударылады. The best бұл best, good сын есімінің күшейтпелі шырайдағы формасы және the артиклі. Ауызекі тілде least сөзі өте сирек қолданылады, бірақ дегенмен біз бірқатар мысалдарда қарастырып өтейік. Бірінші мысал, I am the least smart person here. Мен бұл жердегі ең ақымақ адаммын деп аударылады. Екінші мысал, bread is the least expensive food we eat. Біз жейтін тамақтардың ішінде нан ең арзаны деп аударуға болады. Кей кезде сөйлеу барысында біз the артиклін қолданамыз ба, әлде possessive adjectives, яғни қатыстық сын есімдердің көмегіне жүгінеміз бе деген сұрақтар туындап қалуы әбден мүмкін. Оны келесідей мысалдар арқылы түсіндіріп өтейік. Бірінші сөйлем, Жарасбек is the best friend. Жарасбек ең жақсы дос. Бұл жерде сөйлем жалпылай айтылған. Ал екінші сөйлемде біз my қатыстық сын есімін қолданамыз. Сол кезде Жарасбек is my best friend. Жарасбек менің ең жақсы, ең жақын досым деген сөйлем жасалынады. Яғни Жарасбектің маған, бізге қатысты екенін білдіру мақсатында my қатыстық сын есімі қолданылады. Түсінген болсаңыздар, біз бір нәрсені сипаттаған кезде оның екінші бір нәрсеге қатысы бар екендігін білдіру үшін қатыстық сын есімдерін қолданамыз. Ол кезде possessive adjectives қойылады. The етістігі сын есімнің алдынан түсіп қалады. Достар, бүгіндікке осы. Келесі санымызда біз ағылшын тіліндегі басқа да тақырыптар жайлы әңгіме өрбітетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше